Қымбатты көрермендер, студиямызға келген қонақпен таныс болыңыздар. Еркін Жандулаева, Ақтөбе облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшесі, және Данабекова Венера, Ақтөбе облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшелері. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, бәрі жақсы, рахмет. Бүгінгі енді сұхбатымызда жалпы ауыл әйелдерінің енді кәсіпке баулу жөнінде толығырақ тарқатып сұхбаттассақ деп отырмыз. Өйткені қазіргі таңда енді әйел азаматтарының енді кәсіпте жүруі, кәсіппен шұғылдануы, бұл енді біздің еліміздің, өңіріміздің енді дамуына үлкен үлесін қосып отыр, иә. Ең алдымен енді Еркін ханым, өзіңіз толығырақ қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сол жөнінде. Мен айтайын деген облыста болып жатқан қиын жағдай бойынша біздің комиссия мүшелері уже 2-3 күннен бері жаңағы атсалысып көмектесіп жатыр. Соның ішінде жаңағы үйлерге қиын жағдайға түскен жаңағы отбасыларына барып жаңағы көмек көрсетіп, және айтайын дегенім мына 2-3 жерде Ақтөбеде жаңағы көмек көрсететін жерге жаңағы керек нәрселерді жинап жатырды. Соның ішінде анаға тағзымның ішінде жаңағы приемный пункт дейміз ғой, сол жерге жаңағы қала тұрғындары керек нәрселерді жаңағы киім, жаңағы басқа заттарды әкеліп жаңағы тапсырып жатыр. Сондықтан жаңағы комиссия мүшелері атсалысып үлкен көмек көрсетіп жатыр деп айтайын. Өте керек. Енді мына өзіміздің жұмысымыз туралы осынан 2020 жылдан бері бастап Ақтөбе облысы бойынша халықаралық жоба бойынша жаңағы Кока-кола белестері ауыл әйелдеріне көмек көрсетеді. Тегін жаңағы оқу жүргізіп, ол оқу онлайн арқылы 3 аптаның ішінде әйел өзінің үйінен шықпай жұмыстарын істеп болып, үйдегі жұмыстарын бос уақытында 1-2 сағат жаңағы онлайн арқылы өздерінің жеке компьютер бойынша оқу ала алады. Соның ішінде жаңағы осы 3-4 жылдың ішінде 5-6 қыз-келіншектеріміз уже грант ұтып алды. $4,000, $3,000, $2,000. Былтыр 2023 жылы Венера Данабекова деген қызымыз осы грант ұтып алды. Енді өзі айтып шығады деп ойлаймын. Өте қиын ештеңесі жоқ, бірақ тек нақты кіріп, жаңағы 3 апта оқу керек, сосын сертификат алу керек, сосын өзінің бизнес планын жазу керек. Тамаша, Венера Данабекова. Өзіңіз тоқтала кетсеңіз осы грант жайында толыққанда. Мен осы өзім туралы айтатын болсам, мен осы Ақтөбе қаласының тұрғынымын. 2023 жылы осы халықаралық қайырымдылық қоры Coca-Cola Foundation-ның бастауымен ұйымдастырған Coca-Cola белестерінің $2,000 грантын ұтып алдым. Оған өзім мен 15 жылдан астам уақыт қаржылық саласында экономист қызметін атқарып келіп, енді күндердің күнде қосымша табыс болсын, сосын қалай да енді уже уақыт өте келе, мына жалдамалы жұмыстан кетіп, өз ісімді ашайын, сондай сұрақтар көп өзімде туындады. Іздеп, осы ақпарат желісінен Coca-Cola белестерінің гранты туралы ақпарат оқып, CCB.KZ деген сайтында толық ақпарат жазылған. Соның ішіндегі тегін оқыту, основа предпринимательства, сол тегін оқыту оқып, өз бизнес жобамды жазып, ол осы мына наурыз айынан бастап қазан айына дейін ұйымдастырып, сол уақыт аралығында заявкалар қабылданып, бизнес жобаларды ұсынуға болады. Ары қарай уже іріктеуден өтіп, жеңімпаздар анықталады. Сол жобаға мен енді өзім қол өнерге кішкентайымнан жақын болғасын, қазақи нақшыдағы тойға арналған бұйымдар деген бизнес жоба ұсындым. Ол мына қазіргі таңда той анализ сараптай келе, енді рынокты. Қазір той заттарына сұраныс өте көп, жоғары. Сол себептен неше түрлі заттар шығып жатыр. Соған қазақы ою салынған қоржындар, қазір жаңағы кардиналар дейміз ғой, той бастар, сосын пластик түрлері қазір жаңағы
неден оргстеклодан жасалған корзиналарды, соларды бірінші өзім жобаға қатыспай, соған қызығушылық танытып, соны бастап жасадым. Үйден өзім сосын әлеуметтік желіден, Инстаграм парақшасынан Sandy Collection деген өзіме парақша ашып, соған салып қойдым бәрін. Ал артынан жобаға қатысып, барлық жобаның ішінде, Coca-Cola белестерінің ішінде толық ақпарат көрсетіледі. Қалай сатасыз дегенде, сол жерде мен именно жобаға интернет арқылы сату деп белгілеп, сол парақшаны көрсетіп, артынан олар зерттей келе, парақша бәрін қарап шығады екен, жұмыстарды қарайды деген. Сол қараша айында маған сол Астанадан қоңырау шалып, сіз осылай грантқа ие болдыңыз. Астанада үлкен форум ұйымдастырылып, қараша айында сол жаққа форумға қатысып, сол жақтан Еркін Жандулаймен танысып, қазіргі таңда енді тапсырыс бойынша сол заттарымды, бұйымдарымды дайындап, интернет арқылы сатылымға шығарып отырмын. Қосымша айтып кетейін, рұқсат болса. Венера енді айтып кетті ғой, осылай мінеке өзі қатысты. Негізінде біз аудандарға барып, осы қаланың ішінде әйелдерді жинап, 18 жастан 70 жасқа дейін әйелдерге осындай ақпарат береміз. Осындай мінеке тегін оқу өтуге болады деп. Бұл жобаның бір ең ыңғайлы жері, тегін өтесіз, ештеңе де төлемейсіз. Өзіңіздің үйде отырып, 3 аптаның ішінде 3 модуль 7 сабақты өтіп алсаңыздар, біраз нәрсеге үйренесіз. Соның ішінде ең қажеті қазіргі кезде әр адамға керек, әр әйелге керек, ол интернетпен қалай жұмыс істеу керек. Мысалға, өзіңіздің қолыңыздан шығаратын малыңыз болса да, сырыңыз болса, оның сүттен неше түрлі өнімдер жасайсыз да, оны қалай сіз сатасыз? Оны қазір көбісі интернет арқылы сатып отыр. Біреу құрт жасайды, біреу қаймақ жасайды, біреу сүт, қалай сіз өзіңізге адамдарды табасыз, сата алатын адамдарды. Қазір Фейсбукпен, Инстаграммен жақсы жұмыс істей алсаңыз, ондаша сіз уже продвинутый әйел боласыз, сізді уже халық көреді, тек бір ауданда емес, бүкіл облыста, бүкіл республикада көреді деген сияқты. Неке мысалға біздің Венера сияқты 1-2 қызы былтыр ұтып алды, бұрынғы жылдары. Олар бүкіл республикаға өздерінің тіккен заттарын сатып отыр. Интернет арқылы. Қазір интернет продажа дейді ғой. Сондықтан өте бір жағынан оңай үйреніп алса, интернетпен қалай жұмыс істейді. Және көбісі айтады, мен мысалға үйректі ұстаймын, қазыды ұстаймын, малым да бар, және шағын ғана жерім бар, жылы жай салайын ба, болмаса открыто-закрыто грунт дейміз ғой. Сонда білмей отырмын, қандай маған жағын таңдауға. Оны да үйретеді. 3-ші модульде әйелдерге үйретеді. Қандай сіздерге ыңғайлы. Қасыңызда су бар ма? Су болса, ондаша сіз жылы жайды ашып, өзіңізге неше түрлі жемістерді салуыңызға болады. Болмаса, қазір модный направление микрозелень дейді. Қала очередте тұр. Қаланың кафе, ресторандары прям влет алып кетіп жатыр. Және пчеловодство деген тоже, правильное питание, өте қажет жақсы нәрселер мысалға да. Сондай направлениялар, 17 направление ауылдық жерде қандай бизнес ашу болады. Оның ішінде 17 направленияның ішінде шағын шаштараз, шағын наубаханада, пекарня дейміз, болмаса кулинария. Мысалға, Бугицайда тұратын қыздарымыз, олар жол бойында кішкентай кафелар ашып тастатты. Влет олардың нелер, және 14 адамға жұмыс беріп отыр. Неге? Олар тек бір өздері алып, өздері байып отырған жоқ, олар деген қастарында көмек беріп отыр әйелдерге, жұмыссыз отырған әйелдерге. Именно мына Coca-Cola белестері жобаның цели осы. Тек бір өзің дамып, өзің байып емес, ең бірінші үйдегі балдарыңа үлгі беруге. Бала кішкентай жасынан көреді, көмек береді де, жұмыс деп. Және мысалға Мартокте бір келіншегіміз көп бала $4000 ұтып алды, 20 ешкі алды.
альпийская порода, молочная дейміз да. Ол тек індеттің кезінде ол айтады, апа білесіз ба, сағат 6-дан бастап очередь тұрды дейді. Неге десеңіз, жағы ешкінің сүті өте пайдалы. Үлкен адамдарға да кішкентай ауырып жатқан пандемияның уақытында ауырған адамдарға мықты пайдалы болды. И сол кезде дейді, мен өзім үлгерген жоқпын, мен ауылдағы қыз-келіншектерді жаңа нанимать етіп жұмыс бердім оларға дейді. Жұмыссыз отырған адамдарға. Түсініңіз ба? Үкімет бере алмады. Мінекей өзіміз бір-бірімізге қолымызды созып, қолымыздың ұшын беріп, осында қиын жағдайда көмектестік. Түсініңіз ба? Сондықтан әркім ерінбей жаңағы 3 апта оқып алып, сертификаттарын алып, және ойланып жағы өздерінің бизнес-проекттарын жасы. Бизнес-проект, Венераның айтуы бойынша, апа оңай дейді. Тек 1-2-3 сұрақ дейді, қайта жағы келе береді дейді. Қайталанады, Қайталанады, бірақ разный ракурспен жағы неді. Неге ол әйелді білу үшін өзі жазып отыр ма? Жағы нақты жұмысты ертең істей ала ма? Оған біз $4000 береміз. Қалай нетеді? Бұл қайтарылмайтын. Ол жұмысты істей ма, істемей ма, ол әйелде қалады ол ақша. Бірақ жағы на добросовестность. Әйел өзі жағы нақты жұмыс істеп мен алып кетем десе, ол жағы бизнес-проекті өзі жазалады. Көбісі ауыл әйелдер айтады, 3,5 мың әйел былтыр жағы осы оқуға кірді. 195-і жағы нені алды, сертификат алды. И тек бір 5-6-ы жағы екінші турға кірді. 2 тур. Бірінші тур жаңағы жазасын жібересін, екінші турға шақырады. Неге Венера просто шағын айтып отыр. А екінші турда бұларды онлайн шақырады. 10 шақтада комиссия отырады. Грант иелері сол жерде анықталады. Сол жерде анықталады. Бәріміз бір-бірімізді тыңдап отырдық дейді. Венера айтады, апай дейді, сұрақтары өте жеңіл. Мына 3 апта оқыған жаңағы 3 модульдің ішінде, 7 сабақтың ішінде берілген сұрақтар, соның барлығы тек оларға қайталып келіп жатыр дейді. Айта алмаған адамдар, олар өздері жазған жоқ, бизнес-проекттарын біреу жазып берді дейді. Сондықтан олар отсев болып жатыр. Өтінішке орай 3 жағы кіммен Венерамен бірге тағы 3 келіншек өту керек еді, олар өте алмай қалды. Кім кінәлі? Тек өзі кінәлі. Ол деген нақты оқып жағы өтсе, ол да грант алатын еді. Түсіңіз ба? Сондықтан біздің жағы міндетіміз жеткізуге әрбір әйелге, келіншектерге. Олар уже нақты оқып, осы оқуды өтіп, сертификаттарын алып жағы грант алса, ол деген вообще керемет қой. Ол тек бір, қазір Венераның айтып отырған, мен тек бір направлениеде істемеймін, апа, мен білесіз ба, мен біраз адамдарға уже жұмыс беріп отырмын дейді. Түсініңіз ба? Сол біздің жағы осы үйрететін және осы жеңімпазды ұтып алған адамдардан біз не күтеміз? Біз осындайды күтеміз. Тек өзіңіз нетпеңіз, жан жағыңызға таратыңыз деп. Менде мынандай сұрақ болады, жаңа өзіңіз айтқандай грант бөлінеді деп жатсыз, белгілі бір көлемде. Оны игеру бар, ал игере алмай қалған уақыттар болды ма? Болған жағдайда не болады оларға? Бізде тек Ақтөбе облысында 6 қыз-келіншек ұтып алды, 6-ы да жұмыс істеп жатыр. 6-ы да жұмыс істеп жатыр. Бәрімен біз жағы хабарласып тұрамыз. Неге десеңіз, бір жылда бір рет Ақтөбеде форум өтеді, ауыл әйелдерінің форумдары облысында, сонда шақырамыз. Олар выставкаға өздерінің заттарын әкеліп қояды. Айттым ғой сізге, Мартоктен Сания Коханова өзінің неше түрлі бизнес план дейсіз ғой. Да, не істеді, қандай қаймақ, сүт, құрт бәрінде де ірімшіктерін алып келіп, сол жерде сатады да, көрсетеді. Выставка продажы дейміз. Тігінші қыздар өздерінің заттарын алып келіп көрсетеді. Неде мысалға Қаргалинский районда Зоя Полищук деген көп бала әйел бар. Ол саңыраулақпен грибы вешенки дейміз да. Ол өзінің заттарын алып келіп көрсетеді. Ол уже банкіге салып, солит етіп, уже дайындап сондай қылып. 6 әйел, 6-ы бізде прям поштучно. Но біз 6 емес 60 әйел ұтса дейміз. Неге десеңіз, біздің Ақтөбе өңірі осылай мінеке қыздарымыз грантты өздері бір жағынан, тегін ғой. Тегін өтіп, тегін алған қазіргі заманда любой сабақты өту үшін ақша төлеу керек. Но тегін тұрған нәрсе. Бос уақытында тегін пайдалансаңыз.
Ал бұл ақша қыздарда қалады. Ертең, допустим, бұлар уже там определенный сумма 2000-3000 доллар алды, өздерінің керек машинкаларын сатып алды, керек жаңағы заттарын сатып алды. Олар жағы Алматыға өздерінің жағы нелеріне отчет беріп тұрады. Осындай жұмыс істеп. Бірақ оларға келіп, тексеріп, неге алмадың, неге нетпедің, счеттарыңызды бер, көрсетіңіз деген ондай жоқ. Венера ханым, енді қазіргі таңдағы жұмыс барысы қалай болып жатыр? Сұраныс қалай? Сұраныс негізі біз жай ғана базарға барсақ та көреміз, мысалы Ақтөбе қаласынан келетін болсақ, арнайы сол той бұйымдарын сататын базар бар бізде. Сол кеңейіп өскеніне қарағанда сұраныс бар деген сөз. Қазіргі таңда мен сол тапсырысымды интернет арқылы қабылдап, сол жеке-жеке тапсырыстарда жасаймын. Онымен қатар сол базардан бір орынға сатып тұрған сатушымен келісіп, сол жаққа өз бұйымдарымды тапсырып, солайда сатып жатқан жайым бар. Енді алдыда тапсырыстар түсіп, қазір жаңағы мектептер, балабақшалар, целый группаларға бір шағын киімдер тігуге соған шамалы осы қыс уақытында соған көп уақыт бөліп кеттік. Грантқа алған ақшаға өзіме қазір кәсіби түрде барлық құрал жабдықтарымды сатып алдым. Жаңа жасалған бұйымдарым сапасы жақсы болсын деген мақсатта. Қазір енді алдыда қазір өте Инстаграммен жұмыс жасағасын мастер-класс деген сияқты нелерге көп көңіл бөліп, соған эфирлер түсіріп, өзім шағын сабақтар дайындап, соны сол арқылы да табыс тапқым келіп отыр. Тек қана тапсырыс жұмыстарын мен айналысып қана қоймай, өзгелерге де үйрету, шеберлік сабақтарын жүргізуді де қолға. Өте керемет. Расында да енді бұл бізді көріп отырған көрермендерімізге үлкен бір енді құлақ қағыс болатындай дүние. Өйткені бізді көретін енді аудандардан, ауылдардан көптеген енді әйел азаматтарымыз бар. Сондықтан да қымбатты көрермен, әсіресе енді әйел азаматтардың назарына салсақ болады. Осындай бір ауыл кәсібімен шұғылдану арқылы осылай жемісті жұмыстарды да атқаруға болады. Осы тұста енді біздің эфирлік уақытымыз аяқталуға жақын. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Істеріңіз табысты болсын. Сіздерге тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.